Сіздер 2 жас шаңырақ көтергенде бақытты өмір басталады деп ойлайсыздар ма? Той бітті, улап-шулаған қонақтар тарады. Енді тек махаббат пен романтика ғана қалғандай көрінеді, иә? Жоқ. Нағыз соғыс дәл сол кезде басталады. Бұл соғыста мылтық атылмайды, қан төгілмейді. Бірақ психологиялық соққылар адамның жанын жаралап, қаншама шаңырақты ортасына түсіреді. Бұл Қазақстан, Қырғызстан және Өзбекстан елдеріне ортақ ең үлкен қасірет. Сәлем достар, біз бүгін орталық Азия халықтарының ең нәзік, ең ауыратын нүктесін басамыз. Біз сыртымыздан мейірімді, қонақжай халықпыз, бірақ тойға келгенде біздің ішіміздегі ең қорқынышты эго оянады. Неге қазақ ұят болады деп несиеге батады? Неге қырғыз бауырлар қалың мал үшін қырылысады? Неге өзбек ағайындарда келіннің жасауы бүкіл махалланың талқысына түседі? Егер сіз бұл жағдайдан өткен болсаңыз, немесе алдағы уақытта той жасайтын болсаңыз, бұл видеоны соңына дейін көріңіз. Өйткені шындық өте ащы. Екі жас бір-бірін сүйеді. Оларға көп нәрсенің керегі жоқ. Кішкентай ғана пәтер, жылы сөз болса жеткілікті. Бірақ орталық Азияда екі адам үйленбейді. Екі әулет үйленеді. Екі жастың ата-анасы алғаш рет құда түсуге кездескенде, сырттай қарасаңыз, бәрі керемет. Дастархан жайылған, бәрі бір-біріне күліп қарайды. Құда 1000 жылдық, күйеу 100 жылдық деп тос көтереді. Бірақ дәл сол дастархан басында екі жақтың аналары, яғни құдағилар бір-бірін сканерден өткізіп жатады. Үйлері қандай екен? Дастарханға не қойды? Мына құдағидың алтыны бриллиант па, әлде жай тас па? Иә, мойындаңызшы, бұл шындық қой. Біз болашақ туысымыздың адамгершілігін емес, оның әмиянының қалыңдығын бағалаймыз. Осы сәттен бастап жасырын бәсекелестік стартын алады. Қазақта қалың мал, Қырғызда қалың, Өзбекте қалың пұл. Бұл дәстүрдің түбірі жақсы, қызды өсірген ата-анаға құрмет көрсету. Бірақ қазір ол неге айналды? Нағыз аукционға. Елестетіп көріңізші. Қазақстанда қыздың анасы көршісіне мақтанады. Біздің қызға құдалар пәленше миллион теңге қалың мал әкелді. Оған қоса анаудай алтын тақты. Деп. Егер аз әкелсе ше? Бәрі бітті. Құдалар сараң деген статус алады. Ал көршілес Қырғызстанда жағдай дәл осындай. Қырғыз бауырларда қыздың себін апару үлкен оқиға. Құдалар алдында ұятқа қалмау үшін несие алып, тіпті Ресейге барып жұмыс істеп, бар тапқанын қыздың жасауына жұмсайтын ата-аналар қаншама. Бірақ бұл бәсекенің ең жоғарғы шегі Өзбекстанда. Өзбек ағайындарда тойдың шығыны, әсіресе қыз жақтың шығыны тіпті сұмдық. Келін түскенде үйдің жиһазы, пердесіне дейін ауысуы керек. Егер келіннің әкелген жиһазы арзан болса, немесе заманауи стильде болмаса, енесі мен қайынсіңлілерінің қаңқу сөзі басылмайды. Пәленшенің қызы түгендей нәрсе әкеліпті, ал сенікі мынау. Бұл сөздер талай жас келіннің жастығын жасқа малшындырды емес пе? Біз кімге, нені дәлелдегіміз келеді? Неге біз өз баламыздың бақытынан гөрі, ел не дейді? Махалла не айтады? Көршілер күлмей ме? Деген сұрақтарды жоғары қоямыз. Ал енді тойдың ішіндегі ең бір қауіпті сәт туралы сөйлесейік. Бұл киіт кигізу немесе құдаларға сыйлықтар ату. Бұл сәтті дипломатиялық соғысқа теңеуге болады. Залда бәрі қарап тұр. Екі жақ бір-біріне чемодан киім, пальто, костюм, алтын береді. Сыртынан қарағанда қандай әдемі дәстүр. Бірақ чемодан ашылғанда не болады? Масқара. Мына пальтоны базардан 10 000 алған ғой. Құдағидың маған жапқан орамалы синтетика екен. Мен оларға норка шуба кигіздім, ал олар маған арзан дубленка берді. Осы сөздер таныс па? Әрине таныс. Әрбір екінші тойдан кейін құдағилардың телефонмен жылап өсек айтатын басты тақырыбы осы. Екі жақ бір-біріне есе жібермеуге тырысады. Олар бізге 5 чемодан әкелсе, біз 7 чемодан апаруымыз керек. Бұл махаббат па? Бұл құрмет пе? Жоқ. Бұл таза эго. Бұл біздің ішіміздегі мен олардан кем емеспін деген комплекс.
осы бір арзан амбицияның кесірінен екі жақта үлкен қарызға барады. Ал ең өкініштісі не білесіз бе? Сол берілген пальтолар мен костюмдер ешкімнің размеріне сай келмей, шкафта шаң басып жатады, немесе келесі тойға басқа біреуге сыйлық ретінде кетіп қалады. Айналымдағы арзан сыйлықтар. Ал қарызды банкке төлеу керек. Міне, той да бітті. Жарқыраған отшашулар сөнді. Инстаграмға әдемі суреттер салынды. Енді шындықпен бетпе-бет келетін уақыт жетті. Таңертең ата-аналар оянады. Үйдің іші шашылған. Ал үстелдің үстінде банктерден келген қарыз қағаздары жатыр. Қазақстанда жастардың ажырасуының ең үлкен себептерінің бірі қаржылық қиындықтар. Тойға деп алған 5-10 миллион теңге несиені кім төлейді? Әрине, жаңадан отау құрған жас отбасы. Олар балайына барудың, өздеріне үй алудың орнына бір күндік мақтан үшін, біреудің қарнын бір күн тойғызу үшін алған қарызды 5 жыл бойы төлейді. Бұл аз болғандай, енді құдалар арасындағы суық соғыс үйдің ішіне көшеді. Ене келінге, сенің шешең маған ананы дұрыс бермеді, сенің әкең тойда біздің туыстарды дұрыс күтпеді деп тиісе бастайды. Өзбекстанда бұл тіпті келінді төркініне қуып жіберуге дейін барады. Жасауың дұрыс емес, алып кетіңдер қыздарыңды. Дейтін қатыгездік қайдан шықты? Біздің ислам дінімізде де, ата дәстүрімізде де мұндай тәкаппарлық болмаған ғой. Қырғызстанда да жас келіндер енесінің көңілін табу үшін құлдай еңбек етеді. Бірақ бәрібір жақпайды. Неге? Өйткені құдалар арасындағы бақталастықтың ашуын ата-аналар өз балаларынан алады. Достар, тоқтайықшы. Бір сәт ойланайықшы. Біз осы не істеп жүрміз? Біз балаларымызды бақытты қыламыз деп, олардың болашағына балта шауып жатқан жоқпыз ба? Неге біз екі жастың бір-біріне деген махаббатын, олардың көзіндегі отты чемоданның санымен, алтынның салмағымен, мейрамхананың қымбаттығымен өлшейтін болдық? Қазақ та, қырғыз да, өзбек те бауырмал, жүрегі кең халық. Біздің басты құндылығымыз отбасы, ұрпақ жалғастығы емес пе еді? Көрпеңе қарай көсіл деген мақалды ұмытып, көршінің көрпесіне қарап неге созыламыз? Той бұл екі жастың өміріндегі ең әдемі күн болуы керек. Стресс емес, соғыс емес, ақша шашатын жарыс емес. Ол екі жастың бір-біріне серт беретін, жақын адамдардың шынайы батасын алатын күні. Егер біз осы ұят болады мен жұрт не дейді деген аурудан арылмасақ, біздің жастарымыз үйленуден қорқатын болады. Қазірдің өзінде қаншама жігіттер той жасауға ақшам жоқ деп 30-40 жасқа дейін сүрбойдақ болып жүр. Қаншама қыздар тұрмысқа шықпай отыр. Кім кінәлі? Біз кінәліміз. Біздің қоғам кінәлі. Мен білемін, бұл видеоны көріп отырған көпшілігіңіз менімен келісесіздер. Іштеріңізде иә, дәл солай ғой деп отырғандарыңызды сезіп отырмын. Ал енді маған шындықты айтыңыздаршы. Сіздің отбасыңызда осындай жағдай болды ма? Тойдан кейін құдалар ренжісіп немесе тойдың қарызын төлей алмай қиналып жүрген таныстарыңыз бар ма? Немесе сіз бұл стереотипті бұзып қарызсыз, қарапайым ғана той жасаған бақытты жансыз ба? Төменде пікір бөлімінде өз оқиғаңызды жазыңыз. Еш қымсынбаңыз, бұл жерде бәріміз бірдейміз. Бәлкім, сіздің жазған бір ауыз сөзіңіз, сіздің оқиғаңыз ертең той жасағалы отырған бір ата-ананың көзін ашып, үлкен қателіктен сақтап қалар. Пікірлеріңізді міндетті түрде оқимын және әрқайсысына жауап беруге тырысамын. Егер бұл видео сіздің жүрегіңізге жетсе, досыңызға, туысыңызға, әсіресе той жасағалы жүрген адамдарға жіберіңіз. Каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Біз бірге болсақ, қоғамдағы осындай жасандылықты өзгерте аламыз. Келесі кездескенше бақытты болыңыздар, бауырлар. Отбасыларыңыз аман болсын. Бұл аудио әңгімені сіз қай жерден тыңдап отырсыз? Комментарийға жаза кетіңіз. Сіздердің елдеріңізде де осындай салт-дәстүрдің қатыгез тұстары көп пе? Өз ойыңызбен бөлісе кетіңіз.